Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін сіздермен сыр жасайтын боламыз. Үй жағдайында қалай жасалу жолын көрсететін боламын. Мен дүкен сүтін қолдандым. Бізге сүт 2 литр қажет болады. Қолдың сүті болса тіпті керемет болып кетеді. Енді қалалық жерде көбінесе қолдың сүт табу қиындау болады. Сол себепті барлық жағдай қиындатпай, барлық затпен жасауға тырыстым. Осындай дүкеннің сүтін аласыздар. 2 литр керек бізге. Құйып болған соң отымызға қоятын боламыз. Газымызды орташа отта қоятын боламыз. Яғни салмасын дайындап аламыз. Ең бірінші бізге 4 жұмыртқа қажет болады. 2 литр сүтке 4 жұмыртқа және де 4 ас қасық қаймақ қажет болады бізге. Міне жұмыртқаларымыздың барлығын жарып алдық. Енді 4 ас қасық қаймақ. Кез келген қаймақ қолдансаңыздар болады. Мен шелектегі қаймақты қолдандым. Аты онша есімде болмай тұр. Домик деген, әйтеуір домик дегені бар. Соны қолдандым. Барлығын біркелкі етіп жазып аламыз. Венчиктің көмегімен жазсаңыздар тіпті керемет, артиктер қалмайды. Сол себепті сүтімізге кішкене тұз салуды ұмытпаймыз. Міне біздің сүтіміз әлі қайнай қойған жоқ. Қатты қайнамай жатып біз смесімізді қосатын боламыз. Отын жай отта қоятын боламыз. Осылай қозғап жібереміз. Жаңа араластырғаннан кейін, құйғаннан кейін. Енді жай отта біз 15-20 минут қайнатамыз. Міне біздің сүтіміз осылай қайнап келе жатыр. Міне осындай іртік пайда болады. И сары суы бізде бөлініп шығады. Соға дейін біз қайнататын боламыз. Міне қыздар осындай болып шығады. Іртіктері үлкен-үлкен болып, сары су осылай бөлек бөлініп шығатын болады. Енді бізге марлы қажет. Мен қарапайым шыт матаны қолдандым. Осыған ыстық күйінде жаңағы ірімшіктерімізді сүзіп алатын боламыз. Барлығын жақсылап сүзіп алғаннан кейін ыстық күйінде біз марлымызды қысып, ірімшіктерімізден суды бөліп алатын боламыз. Өйткені ыстық күйінде біз қыспасақ, суыған соң бірігуі қиын болып кетеді. Енді осы жерде абайлайсыздар, міндетті түрде қолдарыңыз күйі мүмкін. Ақырындап, амалдап біз ірімшіктен суды ажыратып алатын боламыз. Астындағы артық суларымызды төк тастаймыз. Міне тағы да біз қысып барынша судан ажырататын боламыз. Көрдіңіздер ме, қайтадан тағы да су шығып жатыр. Енді барлығын шамамыз келгенше суын шығарып болғаннан кейін біз мұның үстін ауыр затпен бастырып қоятын боламыз. Бұл жерде менде жаңағы шолпымен болмайды екен, мантаварка астына қойдым. Үстінен 5 литрлік суды қатты затпен бастырып қойғаннан кейін 5 литрлік суды қолдандым. Өйткені біз сырымыз бір-біріне бірігіп формасын ұстау керек. Яғни 5-6 сағатқа осылай қойып қоймыз. Немесе түнде жасасаңыз, азанға дейін қойып қойсаңыз болады. Міне қыздар, бізде мен түнде жасадым, азанға дейін сырымыз дайын болды, өз формасын ұстады. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шықты. Енді дәмі деген сөзсіз керемет екен. Мен алдын видеодан қараған кезде онша емес шығар деп ойлағанмын, но бірақ өте күшті. Өзіме ұнаған соң сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Сол үшін сіздер үшін арнайы түсіріп алдым. Әсіресе таңғы асқа бөліссеңіздер вообще керемет екен қыздар. Сіздер де жасап көріңіздер, оп-оңай. Егер де видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма міндетті түрде жазылып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Алда қандай рецепт күтетіндеріңізді комментария жаза кетіңіздер.